Мы рады приветствовать на нашем центральном стадионе, где нам сопутствует хорошая погода. И мы сегодня будем соревноваться в кроссе «Золотая осень» среди школьников. Жыл сайын дәстүрлі түрде әр оқу жылының басында еліміздің түкпір-түкпірінде алтын күз деген атаумен дәстүрлі түрде жүгіруден қалалық деңгейде жарыстар өткізіледі. Бұл уақытта барлық спорттық мекемелерде атлетика бағдарламасы дайындалатындықтан жарыстың басты мақсаты күшті мектептерді анықтау және жеңіл атлетика секциясына балаларды таңдау. Осы көктемде ұйымдастырылған жарыстарға 16-17 мектеп пен лицейден оқушылар қатысқан болатын. Почему-то. Неге екені белгісіз, жеңіл атлетика қалалық біріншілікте өтетін жарыстар қатарына жатпайды. Жеңіл атлетика барлық спорт атаулының патшасы саналса да, әлі күнге оны қатарға қоспады. Біздің қалалық білім беру бөлімі бұл спорт түрі бойынша ұпай нәтижелерін санамайтындықтан, кейбір мектептер аталмыш жарысқа қатысудың еш қажеті жоқ деп санайды. Конкурстық бағдарламада қыздар мен ұлдардан құралған ең кіші топ 500 метр қашықтықта жүгіріп өтті. Ал ортаңғы санаттағы қыздар 500 метрге, ұлдар 1000 метрде өнер көрсетеді. Ал одан жоғары жас санатындағылар 1000 метр қашықтықта жүгіріп өтеді. Жарыс қорытындысы бойынша ең кіші топ арасындағылардан 21-ші мектеп оқушылары құрмет грамотасын алды. Сейчас убежала. Және өте жеңіл жүгіріп өттім. Құдды бір екінші тыныс алу мүшесі пайда болғандай менде. Бүгінгі жарыста екінші орынды иелендім. Қатты қуаныштымын. Болашақта чемпион атанғым келеді. Немного волновалась. Кішкене қобалжыдым. Әрине, бұдан да жақсы көрсеткіш көрсетуге болатын еді. Болашақта бұдан да жақсы нәтиже көрсетуге тырысамын. Ұлдар арасында ең кіші топ санатындағылардан 3-ші орында Теміртаудағы 1-ші классикалық лицейдің тәрбиеленушісі Сергей Суржиков, 2-ші орында нөмірі 1-ші Елита гимназиясының оқушысы Данил Никитин, алғашқы орында 21-ші мектептің оқушысы Данил Зарубин иеленді. Бүгінгі жарысқа жақсы дайындалып келдім. Осы жолғы қарсыластарымыз алдыңғы жарыстарға қарағанда мықты дайындалып келген болды. Дәстүрлі түрде жыл сайын өткізілетін бұл жарыстарда алғашқы орында 27-ші мектеп, ал жақсы ойын көрсете білгендердің қатарында 21-ші, 11-ші және 16-ші мектептердің оқушылары да бар. Биылғы жылы да ұйымдастырылған жарыста спортшыларымыз жақсы нәтижеге қол жеткізеді деген үміттеміз.